Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әдебиеттік оқу сабағынан бүгін 21 сабақ тақырыбы Том мен Бекки, Марк Твеннен. Балалар, алдымен автор Марк Твен туралы азғана мәлімет алайық. Марк Твеннің шын есімі Самуэль Лэнгхорн Клеменс. Қазіргі кезде ел-жұрт оны талантты жазушы, әйгілі қоғам қайраткері ретінде таниды. Марк Твен 1835 жылдың 30 қарашасында ақш-тағы Миссури штатында дүниеге келді. 12 жасқа келгенде әкесі дүние салып, отбасы материалдық қиындыққа қалды. Осының әсерінен жас бала типографияға жұмысқа тұрып, жастайынан еңбекке араласты. Тап сол жерде өзінің туған ағасы да жұмыс істейтін еді. Сонда жүріп Сэм аздап мақала жазуды да меңгерді. 18 жасқа келгенде елді аралап, саяхаттап та үлгерді. Сонымен қатар кітап оқуды ерекше сүйетін еді. Қазақ оқырмандарына жазушының Том Сойердің бастан кешкендері, Ханзада мен Жарлы, Гелікберри Финнің оқиғасы атты еңбектері кеңінен танымал. Ал енді бұл әңгімедегі кейіпкерлермен таныс болайық. Том Сойер. Ел ішінде басты кейіпкер жазушының балалық шағында бірге ойнаған достарының бірі деген пікір бар. Ойын құмар, өзгелердің алдында мақтанкөй және жасампаз бала. Оқиға барысында Томның нақты жасы көрсетілмеген, шамамен 9-14 жас аралығында. Уайымы жоқ, ғажайып әлемде өмір сүріп жатқан 19 ғасырдың баласы. Балалар, Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым қожасындағы» қожа бейнесін көз алдыңызға елестетіңізші. Міне, Том Сойердің мінез құлқы дәл осы қожаға сәйкес келеді. Келесі біздің кейіпкеріміз Бекки. Көкшіл көзді, алтын түстес, жылтыраған, үнемі екі өріліп жүретін ұзын шашты сүйкімді қыз. Доббис мырза. Осы мектептің мұғалімі Доббис мырза біраз жасқа келіп, сонда да өзін бақытсыз санайтын. Ол жастайынан доктор болғысы келген, бірақ кедейліктің кесірінен қиырдағы қалашықтың мектеп мұғалімі болды. Балалар, енді оқулықтың 58 бетін ашып қойыңыздар. Мен мәтінді оқып беремін, тыңдаймыз. Осы мектептің мұғалімі Доббис мырза. Ол күнде сыныпта отырып, үстелдің тартпасынан бір кітапты алып оқуға кіріседі. Бұл кітапты ылғи тартпаға салып, кілттеп қояды. Оқушылардың бәрі сол кітапты көргілері келеді. Оқушылардың бәрі сол кітапты көргілері келіп, естері кетеді, бірақ қолға түспейді. Бұл не кітап? Сыныптағы әр бала өздерінше жорамалдайды, бірақ ол қандай кітап екенін білуге мүмкіндік жоқ. Міне, Бекки мұғалімнің үстелі жанынан өтіп бара жатып, тартпаның кілті тұрғанын көрді. Мұндай сәтті келген істі қалай жіберуге болады? Ол жан-жағына қарап еді, тірі жан жоқ. 1 минуттан кейін Бекки кітапты қолына ұстап тұрды. Кітаптың аты «Анатомия». Авторы пәлен деген профессор. Бұл қызды қызықтырған жоқ. Бірінші бетін аша бастады. Осы кезде біреудің көлеңкесі кітап бетіне түсті. Есіктен Том Сойер еніп келе жатыр екен. Бекки тездетіп кітапты жауып жатқанда бір беті жыртылып кетті. Ол кітапты жәшікке сұға салып, кілтті бұрады да өкініш пен ұяттан жылап қоя берді. Том Сойер, сіз бұзықтыққа ғана үйірсіз, біреудің сыртынан сығалап, не деген оңбағандық? Сенің не қарап тұрғаның мен қайдан білейін?
Ұялсаңызшы, Том Сойер, сіз әрине мені айтып қоясыз. Содан соң мені жазалайды. Мен не істеуім керек? Не істесем екен? Қыз өкіріп жылап бөлмеден шыға жөнелді. Том оның аяқ асты шабуыл жасағанына таңданып, не істерін білмей тұрып қалды. Балалар, бұл әңгімеден үзінді ғана. Оны аударған, орыс тілінен аударған Фариза Оңғарсынова екен. Ал енді оқиға ары қарай не болады деп ойлайсыздар? Кәнеке, бұл жайық. Бекки бөлмеден шығып кеткен соң, Том Сойер ойға қалады. Ол қыздар туралы мынадай ойға келеді екен. Қыздар не деген ақымақ халық? Оларды мектепте ешқашан жазалаған емес. Әрине, бұл ақымақ қыз жайлы Доббиске ештеңе де айтпаймын. Менің ойымша Доббис кітабымды кім жыртты деп сұрайды. Ешкім үндемейді. Сонда ол әдеттегідей кезекпен бәрінен сұрайды. Әуелі бірінші, сосын екінші. Ақыры кінәлінің өзіне келгенде мұғалім бірден біледі. Қыз ештеңе айтпаса да біліп қояды. Қыздардың бетінде бәрі жазулы тұрады. Оларда сабырлық деген жоқ. Сосын оны жазалайтын шығар. Қайтеміз? Әркімнің ісіне қарай. Егер осындай тұзаққа мен түсе қалсам, ол қыз қуанар еді. Енді менің терімді өзі жамылып көрсін. Оны Марк Твен өстіп оңашада ойға қалады. Балалар, оқиға ары қарай немен жалғасты деп ойлайсыздар? Кәнеке, ойланайық. Интернет желісінен бұл оқиғаның жалғасын оқуға болады. Дегенмен, кішкене ғана сіздерге әңгімелеп берейін. Шынымен де қыз бөлмеден шығып кетеді. Бір кезде қоңырау соғады, солай ма? Балалар, мұғалім сабаққа кіріседі. Ол сабақ сұрай бастайды. Әдетте ол тыныштық болған кезде, балалар ойланып отырған кезде не істейтін еді? Тартпада кілттеулі тұрған кітабын ашып оқитын еді, солай ма? Ол оның сүйікті кітабы еді. Дәл солайша Доббис мырза ол кітабын ашады екен. Не бір сағат өтеді. Мұғалім тағында танауымен жер шұқығандай қалғып мүлгіп отырады. Жатта оқыған оқушылардың гуілінен кластағы ауа біртүрлі ұйқы келтіреді. Доббис мырза тіке отырып есінеді. Сосын үстелдің жәшігін ашты да кітапқа қолын созды. Алсам ба, алмасам ба дегендей кідірді. Балалардың көбі оның бұл қимылына жай ғана қарады. Ал олардың ішінде екеуі шыдамсыздана күтті. Бұл кімдер, балалар, шыдамсыздана күткен? Біреуі Том, біреуі әрине Бекки. Ары қарай Доббис мырза әуелі кітапты сипады. Сосын қолына алып орынтаққа дұрыстап отырды да оқуға кірісті. Том Беккиге қарап қойды. Ұсқыны жоқ. Мергеннің көздеуіне іліккен үркек қоянға ұқсап әрең отыр. Том сол бойда онымен керісіп қалғанын ұмытып кетті. Тезірек көмек беру керек. Енді не істесем екен деп ойлайды. Балалар, ары қарай не болады? Әрине мұғалім кітаптың жыртылғанын көреді. Бұл кітапты кім жыртты деп айқайлап сұрайды, бірақ ешкім жауап бермейді. Кім мына кітапты жыртқан деп сұрады. Бір дыбыс жоқ. Тереуіштің түсіп кеткенін естуге болады. Бәрі үнсіз. Мұғалім кінәліні іздеп, әр баланың жүзіне көзін қадайды. Бенджамин Роджерс, сен бе кітап жыртқан? Жоқ, ол емес. Тағы да тыныштық. Джозеф Гарпер, сен бе? Жоқ, ол да емес. Том
сәт сайын қауіптеніп есі шықты. Эмми Лоренс, қыз басын шайқайды. Грейси Миллер, ол да солай. Сюзен Гарпер, сен бе кітап жыртқан? Жоқ, ол да емес. Міне кезек кімге келеді? Әрине, Беккеге келеді. Кезек Беккеге келеді. Ребекка Тэтчер дейді. Бұл әрине Бекки еді. Том сол кезде орнынан атып тұрып, мұны жасаған мен деп айқайлайды. Мұғалім оны аяусыз жазалайды. Міне Том осылайша Беккиді жазадан құтқарып қалған екен. Әрине бұны интернет желісінен, кітаптардан, кітапханадан барып оқып алуларыңызға болады. Балалар, Том Сойердің оқулықта 59 бетте пікірі бар. Қыздар не деген ақымақ халық, оларды мектепте ешқашан жазалаған емес деген. Енді бұл пікірге келсеңіздер ме жоқ па, оны дәптерге пікіріңізді жазасыздар. Және де 6-7 тапсырмалар, яғни сен Томның қыз балалар туралы пікірмен келсесің бе, пікіріңді білдір. Ал Беккеге қандай кеңес берер едің? Пікірімізді жазып, осы 2 сұраққа жазбаша жауап береміз. Түсінікті ме? Балалар, және де үйге сендерге тапсырма, бұл мәтінді оқып, маған әңгімелеп, видеоға түсіріп жібересіздер. Түсінікті ме? Бүгінгі сабақ ұнады деп ойлаймын. Жарайсыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.